Егер самсаларыңыздың қамыры қатты болып, дұрыс шықпай жүрген болса, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Алдымен ұнымызға тұзымызды салып, жақсылап лопаткамен не болмаса қасықпен араластырамыз. Суымызды аз-аздан құя отыра, орташа тығыздықтағы қамырды илейміз. Осы қоспалардан артық ештеме қосудың қажеті жоқ. Жақсылап қамырды елеп, егін қандырамыз. Дайын болған қамырды теңде 2 бөлікке бөліп, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Келесі кезекте қамырымызды жұқалап жаямыз. Барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. 2 зуала қамырымызды да жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Сол кезде қамырымыздың қатпарлысы, яғни слоеный дейміз ғой, сол әдемі болып көрінеді. Жұқалап жайып болғаннан соң ортасына ерітілген сармай жағамыз. Мендегі сармай станичный деп аталатын сармай. Сармайды жағып болғаннан соң осы видеода көрсетілгендей қамырды тартып отырып ораңыздар. Орап болғаннан соң таза пакетикке салып, тоңазытқышқа 1 күнге қалдырсаңыздар болады. Мен 1-2 сағатқа ғана салып қойдым. Ортасына салмасын салып, салмасына тартылған ет, пияз, дәміне қарай қарабұрыш, тұз салып жақсылап араластырамыз. Осындай самсамыздың ішіне салып, самсаларымызды түйіп шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, күнжіт сепіп, қызып тұрған печкіде 200 градуста шамамен 20-25 минут аралығында пісіреміз. Мен самсаны 2 тәсілмен түйіп жатырмын. Әркім өз қалауынша, өзінің ыңғайына қарай түйіп пісірсеңіздер болады. Біздің самсаларымыз өте жұмсақ және де дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық керекті заттардың грамдарын осы видеоның астына жазып қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын.